Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Отан соғысы халқымызға төнген ең ауыр күндердің бірі болды. Ал жеңіс деп сүйіншілеген дауысты адамзат баласы соғыс басталғалы бері 4 жыл 1418 күн мен түн күткен болатын. Соғыс күйретуші күш, иә, дәл солай, барды жоқ етеді, тауды жер етеді. Салқыны сан жылдарға созылған сол бір сұрапыл соғыстың аяқталғанына биыл 75 жыл. Осы уақыт ішінде отты жылдардың қасіреті тарих қойнауына еніп, кейінгі ұрпаққа естелік ретінде айтылуда. Алайда өткен күндердің зардабын ешқашан ұмытылмақ емес. Әрқашан жадымызда жаңғырып тұрады. Өйткені бұл соғыс өрімдей жастардың балалық шағын ұрлады. Талай азаматтардың өмірін қыршынынан қиды, әйелді жесір етті, баланы жетім етті. Адамдар осындайсың бәріңде, осындайсың жасыңдағы кәріңде. Сен атын болса бірде Путебаев атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжі 2019 тобының студенті Жұмалиев Нұрбол. Соғыс. Қандай қатыгез сөз. Бар болғаны 5 әріптен құралған. Алмағынасы жан түршіктірер. Шыны керек. Бар болғаны осы 5 әріпте. Қаншама жанның өмірі қиылды. Осы 4 жыл бойы қаншама адамның өмірі қиылды. Қалалар қирады. Ұлы Отан соғысы 1941 жылы басталып, 1945 жылы аяқталды. Кеңес одағы мен Германия осы соғыс басталмай тұрып, бейбіт келісімге келгенімен, олар өз сөздерінде тұра алмады. 1941 жылы 22 маусымда таңғы сағат 4-тер шамасында фашистік Германия Кеңес одағына ескертпестен шабуыл жасады. Осылайша екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Дәл осындай хабарлама Кеңес одағының әр бұрышында радиоларда жарияланды. Бұл суыт хабарды естіген адамдардың қандай сезімде болғанын айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ ешкімнің сағы сынбады, жігері жасымады. Олардың бойындағы отаншылдық сезімі қолына қару алып сапта тұрған көптеген ұлт өкілдерінің бас тізе қосқан бірлігі мен ерлігі жеңісті жақындата түсті. Атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжінің техникалық бөлімінің 2019 тобының студенті Өмірбек Дамир 1933 жылы Германияда фашистік партия сайлауда жеңіске жетеді. Оның жетекшісі Гитлер елді қатал тәртіп орнатты. Гитлерлік Германия өзінің соғыс жоспарын 1939 жылы бастады. 1939 жылы 1 қыркүйекте Германия Польша жеріне басып енуімен екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Германия 1941 жылы өзінің басты қарсыласы деп есептеген КСРО-ға да аяқ тіреді. Біздің әдебиетімізде бұл Ұлы Отан соғысы деген атпен белгілі. 1941 жылы 22 маусымда таңғы сағат 4-тер шамасында Герман әскері КСРО-ның батыс шекараларынан ене бастады. Гитлердің соғыс жоспары Барбаросса деп аталды. Ол жоспар бойынша КСРО-ны 3-4 айда жаулап алып, оны болашақ соғыс жорықтары кезінде шикізат адам ресурсына айналдырмақшы болды. Путебаев атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжінің техникалық бөлімінің 2019 тобының студенті Елеусов оқиға.
Екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы Германияның Польшаға шабуыл жасау әсерінен басталды. КСР-ны жеңгеннен кейін фашистер Орта Азия мен оңтүстік Қазақстан аумақтарында Түркістан рейхскомиссариатын құруды жоспарға алған болатын. Ал Қазақстанның солтүстік шығыс аймақтарында, Қарағанды облыстарында индустриалды облыстарды салу көзделген болатын. Соғыстың алғашқы күнінен Қазақстан ірі арсеналдардың біріне айналды. Арсенал қару-жарақ, күш қоймасы деген мағынаны білдіреді. 1941-1945 жылдары аралығында барлығы 480 завод салынды. Ана Өтебаев атындағы жоғарғы жаңа технология колледжінің техникалық бөлімінің 2019 группасының студенті Жаманқұл Нұрбақыт. Мінекей биыл Ұлы Отан соғысына 75 жыл. Елді қанға қақсатып, зарлатып өткен 5 жыл әр адамзаттың тарихына үлкен орны толмас қасірет әкелді. Сонымен 1941 жылдың 22 маусымында Германия өзара шабуыл жасап, келісімді бұзып, 40 жылдан Кеңестер одағына соғыс бастады. Еуропаны жайлап келе жатқан гитлерлік фашизмге қарсы көп ұлтты совет халқы жұмған жұдырықтай тас түйінін күйде отан қорғауға кірісті. Бүкіл Кеңестер одағына төтенше жағдай орнап, соғыс алған зардап әлі күнге дейін толық жойылған жоқ. Олардың отан қорғау үшін қан кешкен әрбір қадамы жеңісті жақындатқа түскен әрбір күні ұмытылмайды. Өйткені ерлік шежіресі ұрпаққа ұлағат, ертеңге үлгі боларлық сабақ. Ұлы Отан соғысының сұрапыл ұрпағынан бастан өтіп келген біздің елдің ұраны ешкім ұмыт қалмайды, ештеңе ұмытылмайды деу болатын. Дүниежүзілік дүр сілкіндірген 1940-1945 жыл аралығындағы сұм соғыстың зардабы қазақ жерін айналып өткен жоқ. Әрбір 4-ші қазақтың майданға аттанып, неміс фашистермен жан аямай соғыс айқасты. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап жұдырықта жұмылып, сүбел жеңістерге қол жеткізді. Соғыс деген немене өзі? Тек қана апат қырғын ба? Арман тілек ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан сорлы ақсүйектің құлдың да. Соғыс деген төккен ары ұлдың да, және қыздың да деген өлең жолдарынан ақ соғыстың ауыр кесепат болғаны көрініп тұр.